Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгін біз сендермен 5-6 сабақ 967-ден 974-ге дейінгі есептерді талқылайтын боламыз. Каналға тіркелмеген болсаңдар, тіркеліп, лайк, комментарий қалдырыңдар. 967-ші есеп: екі саны теңсіздіктер жүйесінің шешімі бола ма? Біріншісі, екі санын x-тің орнына қойып тексеріп көреміз. 3x плюс 4 кіші немесе тең 13, x азайту 1 үлкен минус 5-тен. Енді орнына қоямыз. 3 көбейту 2 плюс 4 кіші немесе тең 13, 2 азайту 1 үлкен минус 5. 3-ті 2-ге көбейтсек, 6, 6-ға 4-ті қоссақ 10 болады. 10 кіші немесе тең 13-тен. 2-ден 1-ді азайтсақ 1, минус 5-тің өзі болады. 1 үлкен минус 5-тен. Екі саны бұл жерде жүйенің шешімі бола алады екен. Екіншісі, x плюс 4 кіші 0-ден, 2x минус 3 үлкен 5-тен. 2-ні қоямыз. 2 плюс 4 кіші 0-ден, 2 көбейту 2 азайту 3 үлкен 5-тен. 2-ге 4-ті қосамыз. 6 0-ден кіші емес, дұрыс емес. 6 0-ден кіші болмайды. 2 көбейту 2-міз 4, 4-тен 3-ті азайтсақ 1 болады. 1 5-тен үлкен емес. Екі саны бұл жерде теңсіздік жүйесінің шешімі бола алмайды екен. Үшіншісі, 4x азайту 3 үлкен немесе тең 5-тен. X азайту 7 кіші 0-ден. 2-ні қойып тексереміз. 4 көбейту 2 азайту 3, 2 азайту 7 үлкен 0-ден. Енді 4 2-ге көбейтсек 8, 8-ден 3-ті азайтсақ 5 болады. Бұл жерде 5 үлкен немесе тең 5-ге болып тұр. 2 азайту 7, 7-ден 2-ні азайтсақ минус 5 болады, үлкен 0. Бұл жерде де дұрыс теңсіздіктің шешімі бола алады. Келесі 968-ші тапсырма. Теңсіздіктер жүйесінің шешімдерін сан аралықтарымен жазып, координаталық түзудің бойында кескіндеңдер. Біріншісі, xg 7 жейміз бізде үлкен немесе тең деген белгіні білдіреді. Біріншісін координатада кескіндеп көрсетеміз. X үлкен немесе тең 7, x кіші немесе тең 10. Екеуін координаталық тізгінде кескіндеп, 7 мен 10-ды белгілейміз. Екеуі де қатаң емес теңсіздік болғандықтан домалақтың іші боялады. Аралықтары, яғни 7-ге дейін, 7-ден 10-ға дейін. Яғни бұлар 7 мен 10 тиесілі болады. X тиесілі 7 мен 10 жауабы. Екіншісі, x үлкен 3-тен, x кіші 6-дан. Координата бойында кескіндейтін болсақ, 3 пен 6-ны белгілеп аламыз координатада. 3-ке дейін және де 3-тен 6-ға дейін кескіндеп көрсетеміз. Бұл жерде де 3 пен 6 тиесілі емес, өйткені екеуі тең емес, сондықтан 3 пен 6 тиесілі емес, соның аралығындағы сандар тиесілі болады. X тиесілі 3 пен 6 деп жақша ішіне жазып қоямыз. Үшіншісі, x кіші 4-тен, x кіші 7-ден. Координаталық тізгінде кескіндеп көрсетеміз. 4 пен 7-ні белгілеп аламыз. 4-ге дейін және де 7-ге дейін сызықтармен сызып көрсетіп қоямыз. Жауабы x тиесілі минус шексізден 4-ге дейін болады. Төртіншісінде координатада кескіндеп көрсетіп қойғанмын. Тиесілі болады 2-ден плюс шексізге дейін. Бесіншісі тиесілі емес. Алтыншысы x тиесілі 0-ден шексізге дейін болады. 969-ші тапсырма. Теңсіздіктер жүйесінің шешімдерін табыңдар. Біріншісі, 2x плюс 7 үлкен немесе тең 1-ден, x азайту 3 кіші 1-ден. Енді x-тарды бір тарапқа, сандарды бір тарапқа есептеп аламыз. 7-міз минус 7 болып өтеді. Минус 7-ден 1-ді азайтсақ, минус 6 болады. 2x-тің өзі үлкен немесе тең минус 6. x-тің өзі жазылады. Минус 3 плюс болып өтеді. 1-ге 3-ті қоссақ 4 болады. x кіші 4-тен болады. Енді 6-ны минус 6-ны 2-ге азайтсақ, минус 3 қалады. X үлкен немесе тең минус 3 болады. X кіші 4-тің өзі жазылады. Енді бұларды координаталық кескінде түзуде кескіндеп көрсетеміз. Минус 3-ке дейін және де 3-тен 4-ке дейін кескіндеп көрсетеміз. Бұл жерде минус 3 тиесілі 4 тиесілі емес, яғни x тиесілі минус 3-тен 4-ке дейін деп жазып көрсетіп қоямыз. Екіншісі, 3y кіші 21-ден, 4 азайту y үлкен 0-ден. Енді y-терді бір тарапқа, сандарды бір тарапқа ауыстырамыз. Y-тің өзі жазылады. 21-ді 3-ке бөлсек 7 шығады бізде. Енді 4 минус y-тен минус y-тің өзі жазылады. 4 минус болып ауысады. Y үлкен 7-ден, y кіші 7-ден, y кіші 4-тен болады. Яғни минус пен минус плюске ауысады. Теріс сандар оң санға ауысқандықтан теңсіздіктер екінші тарапқа қарай ауысады. Енді координаталық түзуде кескіндеп көрсетеміз. 4-ге дейін және 7-ге дейінгі аралықтар. Аралықтар бұл жерде екеуі де тиесілі емес болады. Минус 8-ден 4-ге дейінгі аралық деп жазып қоямыз. Келесі 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші есептерде тура солай көрсетіп қойғанмын. Координатада кескіндеп қарап тексеріп алсаңдар болады. Келесі 970-ші тапсырма. Теңсіздіктер жүйесін шешіңдер. Біріншісі, 3 жақша ішінде x азайту 1 кіші x азайту 3. 5 жақша ішінде x плюс 3 үлкен 2x плюс 3.
Енді жақшаларды ашып, көбейтіп шығамыз. 3x болады, 3-ті 1-ге көбейтсек 3 болады, азайту 3, кіші x азайту 3-тің өзі жазылады. 5x жазылады, 5-ті 3-ге көбейтсек 15 плюс 15 үлкен 2x плюс 3. Енді x-тарды бір тарапқа, сандарды бір тарапқа ауыстырамыз. 3x-тен x азайтсақ 2x қалады, кіші 0-ден болады, яғни 3-тен 3-ті азайтсақ 0. 5x-тан 2x-ті азайтсақ 3x болады, 15-тен 3-ті азайтсақ минус 12 болады. 3x үлкен минус 12-ден. Енді 0-ді 2-ге бөлсек 0, яғни x кіші 0-ден, 12-ні 3-ге бөлсек, минус 12-ні 3-ге бөлсек, минус 4 болады. Енді координатада кескіндеп көрсетеміз. Минус 4-тен 0-ге дейінгі аралықты кескіндеп сызып көрсетіп қоямыз. Жауабы сонда бізде x тиесілі минус 4-тен 0-ге дейінгі болған аралықтағы сандар жатады. Екінші, 2 жақша ішінде y азайту 2 үлкен немесе тең 3y плюс 1. 5 жақша ішінде y плюс 1 кіші немесе тең 4y плюс 3. Енді жақшаны ашып жазамыз. 2y азайту 4 үлкен немесе тең 3y плюс 1, 5y плюс 5, кіші немесе тең 4y плюс 3. y-терді бір жаққа қарай, сандарды бір жаққа қарай ықшамдаймыз. 3y-тен 2y-ті азайтатын болсақ, минус y 4-ке 1-ді қосатын болсақ 5 болады. Минус y үлкен немесе тең 5-ге. Енді 5y-тен 4y-ті азайтатын болсақ, y-тің өзі жазылады. Минус 5 болып өтеді. Екінші жаққа қарай ауысқанда, минус 5-тен 3-ті азайтатын болсақ, минус 2 болады. Енді y, яғни минус 5 теріс сан болғандықтан теңсіздік екінші жаққа қарай ауысады. y кіші немесе тең минус 5-тен, y кіші немесе тең минус 2 болады. Координатты тізгінде жазып көрсетеміз. Минус 5-тен 2-ге дейінгі аралық, соларды белгілейміз. Енді y тиесілі минус шексізден минус 5-ге дейінгі аралық деп жазып қоямыз жауабына. Қалған 3-4 есептерде тура сондай. Координатада кескіндеп көрсетіп қойғанмын, қарап тексеріп алсаңдар болады. Келесі 971-ші тапсырма. Қос теңсіздіктердің шешімдерін табыңдар. Біріншісі, минус 2 кіші 3x плюс 1-ден, кіші 7-ден. 1-ден құтылуымыз керек. Минус 2-ге 1-ді қосатын болсақ, минус 3 болады. Кіші 3x, кіші 7-ден 1-ді азайтсақ, 6 болады. Енді 3-тен құтылуымыз керек. 3-ті 3-ке бөлсек, үш-ті минус 3-ке бөлсек, минус 1 болады. X-тің өзі қалады. 6-ны 3-ке бөлсек, кіші 2 жазылады. Яғни минус 1-ден 2-ге дейінгі аралық деп жазып қоямыз. Екіншісі, 2 кіші 5x азайту 3, кіші 17-ден. Енді біз бұл жерде 3-тен құтылуымыз керек. 2-ге 3-ті қосатын болсақ 5, кіші 5x, 17-ге 3-ті қосатын болсақ 20 болады. Енді 5-тен құтылуымыз керек. 5-ті 5-ке бөлсек 1, кіші x-тің өзі, 20-ны 5-ке бөлсек 4, 1 кіші x, кіші 4, яғни 1-ден 4-ке дейінгі аралық. 3-4 есептер тура солай, қарап тексеріп алсаңдар болады. Келесі 972-ші тапсырма. Келесі 972-ші тапсырма. Тік төртбұрыштың ені 5 см, оның периметрі 26 см-ден кем. Тік төртбұрыштың ұзындығын бағалаңдар. Ені бізде берілген 5 см, периметрі 26 см. Ұзындығын табуымыз керек. Шешімі, периметрін табу үшін a плюс v көбейту 2 формуласынан пайдаланамыз. Бізде периметрі берілген, енді еніне ұзындығын қосамыз, яғни 5 плюс x жақша ішінде көбейту 2 кіші 26. 5 плюс x 26-ны 2-ге бөлсек 13 болады, кіші 13. X-тің өзі жазылады, 13-тен 5-ті азайтсақ 8 болады. Яғни жауабы төртбұрыштың ұзындығы 8 см-ден кем екен. Келесі 973-ші тапсырма. Берілген бүтін сан мен сол санның 3-тен 1-нің қосындысы 36-дан кем. Берілген сан мен оның 2-ден 1-нің айырмасы 11-ден артық. Берілген бүтін санды бағалаңдар. Бүтін сан бізде x деп аламыз. x плюс x көбейту 3-тен 1 кіші 36-дан. x азайту x көбейту 2-ден 1 үлкен 11-ден. Енді x-ке 3-тен береміз. 3-тен беретін болсақ, 4 бөлінген 3x кіші 36-дан деп жазып аламыз. Мына екіншісіне 2-ден береміз. 2-ден 1, x үлкен 11-ден деп жазып аламыз. Енді 36-ны 3-ке көбейтсек 108, 108-ді 4-ке бөлсек 27. 11-ді 2-ге көбейтсек 22. Сонда бізде координаталық түзуде кескіндейтін болсақ, 22 мен 27-ге дейінгі аралық болады. Аралықтарды кескіндеп көрсетіп қоямыз. X тиесілі 22-ден 27-ге дейінгі аралықтағы сандар кіреді екен.